Армысыздар боксер қауым. Халықаралық аренада жетістікке жетіп жүрген кәсіпқой боксшыларымыз аз емес. Сондай мақтаныштарымыздың бірі Diamond Ring промоутерлік орталығының боксшысы Айдар Шәрібаев. Айдармен бүгін біз кәсіпқой бокстағы соңғы жекпе-жектер жайлы, жалпы карьерасы туралы әңгімелесеміз. Айдар, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Айдар, жалпы енді бастала салып, тиісті деме, бірақ сақал. Енді сақалды енді бір жібергенге біраз болды, оған не себеп? Енді біріншіден сақал өз-өзім болғаннан кейін жібердік қой, өспесе қинамайсың ғой. Иә. Бізге өспейді ол сақал. Иә, сол ғой енді. Сол себепті анау Құдайға шүкір енді қай кітаптың бетін ашып, қай батырдың түріне қарасаң да қазақтың батырларының әрқайсысында сақал болған. Қазір енді анау шамасы Қабанбай батырға еліктеп. Қабанбай батыр болсын, Райымбек батыр болсын, енді бізде енді сақалсыз тек алдар көсен ғана болған деп айтамыз ғой. Иә, оның өзі батыр емес. Иә. Біз енді қазақтан шыққаннан кейін оңнан солға шықсаң да, солдан оңға шықсаң да қазақ деген ұлт болғаннан кейін неге сақалымыз бәрі көз емес қой, бізде де сақалдар бар екенін көрсетеді. Сосын кәсіпқой бокста енді қайнаған қазаны Америка болғаннан кейін ол жақта имиджға да қатты қарайды жаңағындай түр әлпетіңе де. Ол жақта сақал шынайы модада, біз жақта кішкене мүмкін түсінік басқа шығар, бірақ ол жақта керісінше сақалыма қызығатындар көп. Ал бүгінгі бағдарламамыздың демеушісі Аврора компаниясы Акмасет сауда белгісімен. Пайдаланыңыздар. 9 жекпе-жек өткіздің, бірақ осы сәуір айындағысында жеңіліп қалдың Эндре Канчо. Сол жекпе-жек туралы бұл сені енді қатты бір мазалайтын, қатты бір толғандыратын бір сұрақтардың бірі осы шығар, иә? Әрине, соңғы кезде көп қойылатын сұрақтардың бірі ғой, неге соңғы жекпе-жекте ұрмадың деп біздің Қазекең енді сын деген нәрсе дайын тұрамыз ғой өзі. Иә. Тайсонның бойын көріп отырсақ та бүйтіп сөйтіп деп айтып отырған ұялмайтын қазақтарымыз ғой негізінде. Сол сияқты енді мен енді Американың Golden Boy деген жаңағыдай аты шулы промоутер орталықтарының ұйымдастыруымен өткен кәсіпқой бокс кештерінің бірінде өнер көрсеттім. Және де андергардтық боксшы емес, мен co-main event'те жаңағы басты жекпе-жектің алдындағы жекпе-жекте және де 500 миллион көрермені бар ESPN телеарнасының көрсетілімінде болған жекпе-жекте өнер көрсеттім. Мен енді бұл жекпе-жегімді екі жақтан қарасам болады, иә, факт деп айтсаң ұтылып қалдым деп айтуға болады, бірақ бұл мен үшін бір біріншіден ұтыспен пара-пар жекпе-жек болды. Неге десеңіз, мен 500 миллион халықтың алдында өз өнерін тамашалады, мені 500 миллион халыққа, иә. Және ол да бір жетістік мен үшін, иә, өйткені 20 бой өткізіп, ондай ESPN-ға емес, ESPN жағына жолаймай жүрген боксшылар да бар. Иә, мен кішкене өзім тәуекелге бел буатын жігіттердің бірімін. Жаңа қазақта сөз бар ғой, жаңа тәуекел деген жел қайық өтесін де кетесін деп, сондайға басып үйреніп қалғаннан кейін кейде тез жеңіске жететін жолының да бір сыры осы да болып тұрса, кейде қателікке апаратын нәрселердің осы бірі. Бірақ сен Канчоға енді бір апта қалған кезде дайындала бастадың ғой? Иә, маған бұл сол оңға қарсылас 11 күн қалғанда айтты. Мен 11 күн қалғанда осы жекпе-жек алдындағы қарсыласқа арнайы дайындалатын спаррингтердің бәрін аяқтаған едім. Мен оған шайқан дайындықсыз шықтым тек. Сол жекпе-жек әлі көз алдымызда, енді соңғы секундтарда жаттықтырушы алыпта алаңға, шаршы алаңға орамал лақтыра салды. Иә, мен оны шыны керек түсінбедім. Мен тренерім Дерек Сантос деген тренерім, досым ғой мен. Иә, өте жақсы кісі енді. Не деді одан кейін? Неге лақтырды? Мен айттым, неге лақтырдың деп. Орамал қолыңа сыймай кетті ма, қолың қышып жүр ма деп. Тиістім оған, сөйтсем, енді солай істеу керек болды, елдің бәрі мен де сынға алып отыр, бокстың удар алып отсың дейді. Енді ол удар тиетін жер ғой, мен көшеде алып отқан жоқ, бір рингтің ішінде удар алып отырмын. Мен бір талып есім жинаймай айтсам, енді ол кезде шарасыздан лақтырар едім. Жарайды дедім енді. Бұл өткен нәрсеге мен бір қатты көңіліп, ол жайлы бір жаңағы бұрынғы жараң бетін ашып келген ондайға қатты жақын емеспін өзім. Айттым, сен тренерсің, сен жаттықтырушысың, саған тебе виднее дейді жаңағындай. Иә. Сол сияқты саған белгілі, егер сен осылай дұрыс деп шешең, ол солай дұрыс болған екен дедім. Енді ол өтіп кеткен нәрсе үшін мен сөзге келіп, бір ренішімді айтқан маған кетер пайда жоқ, өтті кеткен нәрсе ол. Қайта шаршаңға шықсаң, бір нәрсе өзгертер ме едің? Жалпы оны қайта реваншқа шақыру ойда бар ма? Әрине, реваншқа шақыру ойда бар. Біз деген енді, мен енді шынайы айтып тұрмын ғой, мен 130 паунд деген, ол 58-900 дейтін салмақ, біздің килограмм ес дегенде. Мен шынайы айтқанда осы соңғы кездер салмағым 70 килограмм, 70-ің айналасында одан асады кейбір кезде. Мен 11-10 килограмм салмақ түсірдім осы жекпе-жекке. Мен салмағыма келетін болса, мен 25 сағат тәулігіне дайынмын. Америкаға барып, онымен төбелесіп қайттың, енді онымен Қазақстанға шақыру керек шығар оны. Әрине, неге солай өткізбеске деп ойлаймын да. Бұл енді әрине, бұл пиар жағынан да керемет бір жаңалық. Керемет. Мен мысалы маған жаңағыдай Азия Промоушнс деген Алматыда Нұридин деген бауырымыз ашқан промоутер орталықтан сонда ұсыныс түскен.
Бірақ енді біз Қанат ағамыз ұйымдастырып жатқан Қазақ промоушнсының осы жекпе-жегіне шығуға жөн көрдік. Алдағы уақытта егер дәл сондай ұсыныс болып жатса, мен тек қуана келісер едім. Неге? Ол халық енді әрине біздің түсінікте, біз кішкене қысқа ойлаған түсінікте кім ұтты, кім ұтылды дегенге ғана қараймыз да. Ал негізінде ол жекпе-жектің ішіндегі эмоцияға қарау керек. Иә, ешкімге қызық емес жекпе-жек болып отқаннан қарағанда, қызықты жекпе-жек болса, тартысы болса, сөйтіп тұрып тағым қысып отыратын адамдар көп болса, вот біздің жетістігіміз сол негізінде. Мен болмайтын бір шетелден әкелген қара нәсіл таксист тұрып қойып, оған мақтанатын, қыран-күс жаңағындай қырдан шыққан алым деп мақтанбас дейді ғой. Біз өйтіп мақтанғымыз келмейді. Біз неге төбелес көріспейміз? Мен мақсатым сол, егер ол келіп отса, Алматының төрінде төбелесе салар едік екеуміз. Бұл жол жеген дейсің ғой. Құдай қаласа. Былтырлары Америкаға, ақш-қа жиі барып тұратынсың, бірақ соңғы кездері осы биыл сәуірден бері әлі бір Америкаға табандап баспадың. Қашан жол жүресің? Шын керек, осы сұрақ менде туған туысқандарым да соны көп сұрайды. Достарым бәрі сұрайды, қашан кетесің, мен Қазақстанға сыймай жүрмін ба деймін де. Бірақ енді әрине біздің ең басты қарсыласымыз негізі рингте қарсыласымыз, басты қарсыласымыз уақыт қой. Уақыт өтіп отыр, менің жасым 29-да. Енді спорт үшін әрине мен бір шал емеспін, бірақ әлі де бір 20 жастағы жас бала емеспін. Сол себепті уақыттың кетіп отқанын есептесем, маған тездетіп барынша Америкаға барып, жекпе-жектерімді, жаттығуларымды сол жақта мықтылармен бірге жалғастыру керекпін. Сол себепті мен қазір Diamond Ring басшылығынан бір кезекті шешімді, кезекті жекпе-жекке деген арнайы бір олардың ұсыныстарын күту үстіндемін. Жақын арада бір жақсы жаңалықтар, бір өзгерістер болады деген ойдамын. Айдар Шәрібаев қанша жасқа жеткен кезде чемпион атануға жетті? Сенің алдағы бір жоспарың бойынша ең болмаса титулдық жекпе-жектер. Енді соңғы қаншамен болған жекпе-жекте титулдық жекпе-жек тұрды, бірақ енді бұйырмады ғой. Бұйырмады. Аңдаған жау алмай қоймас дейді. Мен егер өзім ойлаймын, анда мен ағам бокста бір аңыз адам бар, Холлифилд деген. Соны Эвендер Холлифилд деген Тайсон тұтқан атақты адамдардың бірі. Құлақтан айырылған. Иә, құлақтан айырылған. Бір құлағы бар, құдайға шүкір оғанда. Сол жігіт айтады екен, мен дейді, бокспен айналысуымды тоқтатпаймын дейді. Мен кемінде дейді, ол чемпион болмай тұрған кезде, әлем чемпионы болмай тұрғанда айтқан сөз. Мен бокспен ұтылған кезінде айтады, мен бокспен айналысуымды тоқтатпаймын дейді. Мен чемпион болмай қалуым да мүмкін дейді. Бірақ мен қай кезде болсын өзімнің жақсы формада жүргенімді қалаймын дейді. Сол сияқты мен қазір мен ұтылдым екен деп пешатымды барып шегелеп тастайтын жайым жоқ. Мен күнделікті жаттығу үстіндемін, күнделікті ізденіс үстіндемін, дайындық үстіндемін. Бүгін болмаған нәрсе, бұйырмаған нәрсе ертең маған бұйырады деген үмітпен мен істей беремін. Мен кемінде әлем чемпионы болып жатсам, альхамдулилля, қуанамын оған, елдің туын көтергеніме. Болмаса да мен әр кезде мен денсаулығым және жаңағы формада жүремін. Ол да бір жетістік қой негізінде. Енді азды көпті Америкада біраз жүріп қайттың, Америкадан да өзгерте ме? Көп жасаған емес, көпті көргеннен сұра дейді ғой жаңағындай. Қазақта сол сөз негізі нақты айтылған ба деп ойлаймын. Себебі Америкаға дейінгі көзқарасым қазір біршама өзгерді менің. Өмірге деген көзқарасым өзгерді. Қазір елдерге қалың қалай деп сұрағаннан бұрын өмірге деген көзқарасың қалай деген сұрақ қайтадан қоя бастадым. Иә, ол бір қиын сұрақ болып елдер ойланып қалады көбінше. Америкалықтардың маған бір ұнайтын жақтары, біз көп нәрсені қиындатамыз. Иә, шыны керек, даже былай жастар үйленсе де той жасауға қиналады, анаған қиналады, құдалықты бір яғни жеңіл қарау керек. Иә, өмір қиындатуға біз дайын тұрамыз. Өмір етақ қиын, оны қиындатудың қажеті жоқ. Ол әр нәрсені жеңілдетуге тырысады. Жеңілдіктің астында көптеген береке бар деп ойлаймын мен. Сол себепті жаңағындай сол нәрсеге үйреніп отырмын қазір. Жеңіл нәрсе, жеңіл қарауға, жеңіліске де жеңіл қарауға. Өзің де өте жеңіл адамсың ғой, былай айтқанда. Құдайға шүкір, иә. Өзің карьерадан бөлек Айдар Классик деген өзің бір бокс залың бар. Сол зал туралы айтып берсең, оның жалпы қалай басталды, мақсат не? Әр кезде айтамын осы, қойшы қойын бауыр, жылқысын бауыр деп. Біз өзіміз мамандығымыз сол бокс болғаннан кейін неге сондай бір өзіміз білетін істе жастарға үлгі болып, жаңағындай еліміздің дамуына бір енді керемет бір экономикаға үлкен ақша келтірмесек де, қайта жастарды салауатты өмір салтына үгіттейтін бір бокс клубтарын бірін ашсақ деген ой болды. Құдайға шүкір, енді ол мен тек тоқтауы қалу емес, менің мақсатым осы салада алтын шыққан жерді белден қаздайды, барынша түбіне шейін қазып, осы жерден Айдар Классикті ертең Айдар промоушнс деп ашып, промоутерлық орталық өткізгім келеді. Кәсіпқой бокста қазақ жастарына жол ашқым келеді. Негізінде мақсатым сол. Промоутерлікпен айналысамын. Промоутерлікпен де, менеджерлікпен де, матчмейкерлікпен де боксқа не қатысы бар? Енді боксшы болу бір бөлек, қолғап перчатка киіп, қолғап киіп. Бірақ
Промоутер болу бір бөлек, промоутер менеджер ол мүлдем бөлек нәрсе. Хабарың бар ма бұл жағдайда? Әрине, енді Америкада жүрген кезде мен енді құрышын керек аспанда аяғырып қой біреудің қойын санап жүрген жоқпын ғой. Осы нәрсенің бәрін Америкаға барып мен тек боксты ғана емес, осы системаларды үйренуге тырысып жүрмін. Неге бізде қазір бизнесмендер көп шығар мүмкін, мұнай саласында, басқа энергетика саласында дегенде, бірақ кәсіпқой бокс саласында бізде бизнесмендер санаулы. Ол нәрсені түсінетін адамдар да санаулы. Лайфсуда балық ұстау оңай ғой негізінде, бірақ бұл жақта балық бар екенін білген адам үшін де. Сол сияқты бұл кәсіпқой бокс бизнесі өте лайлы бизнес та. Бұл жақта тек біз сияқты боксшылар ғана түсінеді. Бұл біздің бір артықшылығымыз. Мен ойлаймын, алдағы уақытта осы тәжірибенің бәрін промоутерда қолданса, мен бір Golden Boy деген сияқты, мысалы Оскар де ла Хойяның промоутер орталығын неғып бізде істемеске? Бізде бәрі бар. Бізде сырье дейді ғой жаңағындай. Шикізат емес, бізде кәдімгідей жақсы материалдар бар да. Сол сияқты қазақ боксшылары нан сияқты, иленіп тұрған нан сияқты да, одан сен торт жасап шығарсаң болады, болмаса нан жасап шығарсаң болады. Қолыңда тұр. Соны тек дұрыс пайдалану керек. Айдар, енді сенімен бұрыннан таныспыз, біраз араластығымыз бар, иә. Енді қазірде өзің қандай адам екенін білеміз. Қазірде осы сұхбат барысында біраз мақал айтып тастадың. Аталы сөзі біраз мақал. Қанша мақал білесің? Қанша мақал білесің? Қалай жаттап жүрсің оның бәрін? 2366 деп қойдым ба? Оның бәрін қалай жаттап жүрсің? Енді қалай ойыңа сап ете келді соның бәрі? Сынықтан бастан бәрі жұғады дейді ғой қазақта. Деп мақалмен жауап беріп қойды ғой, қоймайды. Әкем өзі сондай қазақ әдебиетіне бір жақын кісі еді, қарапайым бір жалпақ тілде сөйлеп. Енді ол сөздің көркі мақал, ердің көркі сақал дейді. Қыздың көркі орамал деп атады қазақта. Бір жерге қарап бақытты сақал дегенде. Сол себепті неге жақсы нәрсемізді барынша көрсетпеске? 90 ауыз сөз толықтай түйін қылып бір сөзбен айтып жеткізуге болады. Ендеше Айдар, 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні келесі жекпе-жектеріңе жалпы сәттілік тілейміз. Алдағы карьераңда бір чемпиондық бір белбеулерге жетуіңе тілектеспіз. Рахмет көп. Үлкен рахмет. Сіздердің де Open Ring бағдарламаларыңыз үлкен-үлкен табыстарға, жетістіктерге жете беріңіздер. Жақсы жаңалықтарыңыз көп болсын. Әумин.